Достар, ассалаумалейкум. Кеше мұхитпен болған теманы айтып кеткім келіп тұр. Как она есть та, шындығында. Кеше торговый үйде, кеше мұхит айтып отыр ғой, ана торговый домнан алдына шыққанда осындай случай болып қалды, машина деген біреу құйып жіберген, кола деген сияқты әңгіме ғой, дұрыс па? Енді мына жерде менің версиямды айтайын да. Тема былай болады. Изначально мен торговый домға келем, машинамен келем, қасымда братишкам болады. Братишкам алады да, айтам, түсте парковканы, қарашы, ана жерден машина тиіп кетпесін, мені қарап отыр деп, мен қалай кіретінім деп. Мен кірген уақытта, жылдам алады да мұхит кіріп кетеді ғой. Сол мен кірейін деп жатқан парковкаға үшін мұхит кіріп кетеді. Сосын мен айтамды, мұхитқа айтам, мен братчикам тұрып көрдісін, ана братчикам тұрады да, братчикамды басысы келеді да, түсіндір ма жігіттер? Ол басысы келеді, анау айтып жатыр да, мен інім, Ануарбек уже не істеп қойды, сол кірейін деп жатыр деп бар ғой. Тыңдамай, басатын сияқтандай кіреді да, тыңдамай қойып қояды. Сосын машинаның ішіне шығады да, шыққаннан кейін мен оған айтам, мұхит, мен кірейін деп жатыр мұнда деймін да, братчикам көріпсің ғой, парковкада тұр, мені күтіп тұр деп. Жоқ, тыңдамайды, мен айтам, машинаны алыпса, машинаны алмайтын болсан, машинаның үстіне кола құйып жүрем, мұхит ренжіме деп. Қолымда кола болады, братчикамның қолында деген кофе болады да. Сол екеуін құйып жүрем дедім, машинаны алып тастамасаң. Мен 100% правмын дедім, Жоқ, тыңдамайды ғой, қырсығып тұрып алады. Сосын мен айттым, мына жерде төбелесіп жатпайтын боламыз, қазір сотталып кетеміз, бәрімізге заң бір, мына жерде камера тұр, мықты болсақ, ертең 6 июньда, шешеміз вопростарды деп осылай айттым. Төбелескен жоқпыз, адам құсап айттым, тыңдаған жоқ, машинасын қойып кеттім. Мен айтам, қазір кола мен сок, кофені құйып жіберем дедім машинаның үстіне. Тыңдаған жоқ, құйып бер дейді, қырсығып кетіп қалды, қырсық қой енді, кетіп қалды да. Мен енді еркекше білесіңдер ғой, мотиватор сказал, мотиватор сделал да. Мен алдымда машинасының үстіне құйып жібердім, Алдымда құйып жібердім, болды. Өзінікін істедім де, еще 1 сағат күттім оны. Ол шыққан жоқ, мен кетіп қалдым, Шықтым, содан кейін видео түсіреді да, дым болмаған құсап. Жігіттер, менің машинамды, осылай иттік жасап кетіпті, үстіне құйыпты, шығып кетіпті, анау, мұнау дейді да. Екеуміз кездесіп, арамызда инцидент болғанын ол айтпайды да оны. Ана жерде мені неправ қылып шығарып тұр да. Олай болмайды да, жігіттер. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін мен сіздерге оправдация етіп, шындықты айтып тұрмын да. Ол мені айтқан жоқ та, что біз кездескеніміз, осындай инцидент болып қалған. Андай қылып, енді, ол сүттен ақ құсап шыға келді да, мен мына жерде неправ болып қалдым да. Так что сол, жігіттер, менің версиям сол. Мен шындықты айтып отырмын, өздеріңге қараңдар. Сол үшін мен ютубқа шығарып жатырмын, жігіттер. Рахмет баршаңызға.